Манго қосылған арт пирожныйдың дайындау жолын көрсетемін. Ең алдымен сүтті қатты ысытамыз. Алдын ала желатинді дайындап, оны қосып, үстінен ақ шоколадты салып, барлығын жақсап ерітеміз. Содан соң сливкиді жақсап миксерлеп, үстінен творожный сырды қосып, әдемі масса дайындаймыз. Біздікі манго болғаннан кейін манго пюресін қосып, жақсылап араластырып, жаңа ерітілген шоколадты бірге қосамыз да, қайтадан жақсылап бір миксерлеп аламыз. Содан соң кондитерлік қапқа салып, бірден формаға отырғызамыз. Енді форманың астына мусс жағасыз, ортасына начинка, жоғары қабатын тағы да мусспен жабасыз. Негізі начинканы қатырып алып салсаңыз да болады. Содан соң бір түнге қатуға жібереміз. Енді глазурына әдеттегідей ақ шоколад пен какао масланы водяной бане немесе микроволновкада импульспен араластырып, содан соң майға арналған красителді қосып, блендермен езіп алу керек. Бір түн қатқан мусстарымызды шығарып, формадан алып, қыртыс жерін қолмен басып жіберсек, барлығы жазылып кетеді. Содан соң үшкір затқа тығып, бірден шоколадқа батырамыз. Тез жұмыс жасамасаңыз, шоколад қатып қалады, сосын узоры дұрыс түспейді. Міндетті түрде жасап көріңіз, толық рецепт описанияда.